Анашым, мен жуынып болдым. Бүгін хан көке екеуіңмен бірге ұйықтасам бола ма? Жоқ, хан көкең әлі толық жазылмады. Кеттік, сені ұйықтатайын. Жүр. Айтпақшы, ұзақ отырма. Керектінің бәрі бөлмеңде тұр. Жарайды. Кеттік. Жунлин. Ұйықтап қалды ма? Не болды? Дәкемді ауыстыруға көмектесіп жіберші. Жақсы. Кіре бер. Ауыра ма? Жоға. Тездетейін. Неге жүрегің тез соғып жатыр? Ауыртып жібердім бе? Қалай, есікті ашшы. Қазір. Қатыгез әже, кет бұл жерден. Қалай. Кешіріңіз, хан тәтей, төрлетіңіз. Қалай, олай айтпасаңшы. Жүр. Анашым, келдің бе? Тәте, Қалайдың дөрекілік үшін кешіріңіз. Ештен етпейді. Қалай, саған не әкелгенімді қараш. Трансформерлер. Қатыгез әженің сыйлықтары керек емес. Қалай, саған не болған? Ол хан көкенің анасы ғой. Бірақ ол жаман ғой, мені әкесі жоқ бала деді. Солай ғой. Анашым, бұлай айтуға қалай дәтің барды? Қалай, алтыным. Мен қателесіппін. Сен әлемдегі ең жақсы баласың. Мені кешір аласың ба? Ешқашан. Қалай, хан көкеңнің әкең болғанын қаламайсың ба? Бүгін сені үйіме апарайын. Менің үйімде көп ойыншық бар. Тәте, сіз... Жоқ, мен анам баратын жерге ғана барам. Бірақ мен де сені сағынам ғой. Анашым, не болды? Мен Қалайға деген көзқарасы өзгеріпті ғой. Бәрін біліп алды осы. Анашым, кетейік. Мен қайтайын. Қалай? Көріскенше, хан көке. Қош бол. Қалай, әжеңе де сау бол деші. Кеттік. Сен бүгінгі кездесуді ұмытпа. Көріскенше. Көріскенше. Қалай, бұл әжей саған жаман сөздер айтты ма? Ол мені алып кету үшін балабақшаға келді. Мен оны қуып жібердім. Басқа ештеңе болмады ма? Дунлай. Қалай, шын мәнінде. Тоқтат көлікті. Мені күте тұр. Қайда барасың? Дунлай. Қош келдіңіз, қандай көмегіміз керек? Ұсыныс жасауға жүзік іздеп жүрсіз бе? Бұл қарапайым, бірақ сәнді жүзік. Пішіні жүрек тәрізді жасалған. Жүрегімді өзіңе табыстаймын дегенді білдіреді. Мәңгілік махаббат символы ретінде де ұсынылады.
Айтпақшы анашым, көлікте маған не айтпақ болдың? Менің айтпағым. Калай сенің ұлың және менің немерем. Не? Калай менің ұлым ба? Мен де олай ойламадым. Бірақ ДНК сынамасының нәтижесін Лин Сясяди ауыстырыпты. Енді маған Калай өкпелеп жүр. Мүмкін Джунлин қарсы қойған шығар. Ал егер Джунлин тосқауыл болып, Калайдың бізбен жолығуына қарсылық көрсетсе ше? Олай бола қоймас. Болашақта не болатыны бәрібір. Ол менің немерем. Оны қайтаруым керек. Ол хан әулетінің ізбасары. Джунлиннің бізге кедергі келтіруге хақы жоқ. Бұрын біз оны дұрыс түсінбесек те бәріне кінәлі саяси ғой. Біздің не жазығымыз бар? Жылдар бойы немеремнің бар екенін де білмей келдім ғой. Қалай ойлайсың? Солай емес пе? Жарайды анашым. Ол жағын өзім шешем. Калайды жайына қалдыр. Тапсырыс беруге дайынсыз ба? Мен біреуді күтіп отырмын. Жарайды. Рахмет. 12 болыпты ғой. Ол неге әлі келмеді? Ақымағым-ай. Күні мен уақытын ұмытып кеткеннен саумысың? Жалғастырайық. Бұл Дуншин компаниясы акцияларының құлдырауынан сақтауы мүмкін. Мархабат. Жоқ, рахмет. Ол келмейді ау. Дунбай, кездесеміз деп келістік қой. Сені күні бойы күттім. Не үшін жауап бермедің? Ұмытып кетіппін. Қолым тимеді. Егер бірден айтқың келсе айт. Бала сияқты мәселеден қашпа. Не боп қалды? Мырзам. Не болғанын білмеймісің? Калай, ұлың екенін біліп қойдың ба?